Сәлем достар! Бүгін сіздерге адам бауырының шлактан тазалануы жайлы айтатын боламыз. Өзіңізге пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмау үшін арнамнан алыстамай тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шлакқа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан тыс артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айнаса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнын көкөністер мен жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар: көкөніс, кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп пен қызанақ, көктер, аскөк, аш жапырақ, күнзе, ақжелен, цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон, жеміс-жидектерден алма, банан, құлпынай, інжір, армалардан кебек пен сұлы өсімдік майларынан күнбағыс, сығыр, зәйтүн және жүгері майы, ал сүт өнімдерінен сыр, творог, йогурт, простокваша, қаймақ, көкөніс шырындарынан сәбіз шырыны, қызылша және қияр шырыны өте қажет. Бауырға өте пайдалы болатын тағамдар. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стақаннан ішсеңіз, бауыр тазарады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Шөптен жиналған шай қурай, жалбыз жапырағы, ала тікен, жидегі, салабауыз гүлі, бөрі қарақат тамыры, қайың жапырақ, ит мұрын, аталған шөптер тұнбалары өтті айдап, бауырды тазалауға қабілетті. Су емін алатын болсақ, ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады.
Физикалық белсенділік, яғни бұл кезде отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режиммен тыңғылықты ұйқы, тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысу керек. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы заттарды сыртқа шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезіндегі Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайтын боласыз. Кімге бауырды тазалатуға болады? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Егер бауырдың саулығы нашарласа, бүкіл ағзаңызды әлсіретеді. Алдымен тері нашарлайды, бетіңізге дақ басады, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Одан қалса бойыңызды енжарлық билейтін болады. Есіңізде болсын, бауыр бірден ауырмайды, алдымен шлак толады. Уақытында тазаламасаңыз, соңы түрлі дертке алып келу қаупі бар. Сондықтан да айықпас дерттің алдын алу үшін бауырды шлактан тазартып отырған дұрыс. Бауырға шлактың жиналғанын қалай байқауға болады? Тіліңіз ісініп, қызыл күрең түске боялады. Алақаныңыз қызарады, көздің ағы сарғаяды, саусақтардың еркін бүгіліп жазылуы қиындайды, қабақ ісінеді. Ер кісілерде шаш түсу бастайды. Жалпы бауыр қанды фильтрден өткізетін сүзгі. Ол ағзаға қажетсіз шлакты қан арқылы тазалайды. Әрі көмір су мен майдың да түзілуіне ықпал етеді. Оған қоса ағзаны А, Д, Е, К дәрумендерімен қамтиды. Бұл дәрумендер адамның физикалық қозғалысын жақсартып қуаттандырады. Егер тынымсыз тамақ жесеңіз, дәріні көп ішсеңіз, қозғалысыңыз аз болса, онда бауыр өз жұмысын ойдағыдай атқара алмайды. Бастысы, бауырдың жұмысының жандануына жағдай жасауымыз керек. Бауырдың қызметін жақсарту үшін ұйқы, тамақ, қозғалыс маңызды рөл ойнайды. Егер мына 9 белгіні байқасаңыз, жедел түрде бауырды тазалау ісіне кіріскеніңіз жөн. Бірінші, несеп пен нәжістің түсі өзгеріске енсе, нәжістің түсі мен иісі өзгерсе, онда сіздің ағзаңызда қандай да бір өзгерістер болып жатқанын білдіреді. Бұл өзгеріс несеп жолдарының, асқазан мен ішектің дұрыс жұмыс істемей жатқанын айғақтайды. Ең бастысы, бауырдың зардап шегіп жатқанын білдіреді. Егер дәреттің түсі тым ашық немесе тым қою болса, онда бауырда улы заттар бар деген сөз. Екінші, асқазан түйіліп ауырса, асқазанның суықтап немесе түйіліп ауырсынуы бауырға шлак толғанын білдіреді. Көп жағдайда бауырға уытты заттар жиналса, асқазан ісініп түйіліп ауыратын болады. Үшінші, тері тітіркенсе, бауырға шлак толғаннан тері тітіркенгіш болады. Бірден денеңіз қышып бөртіп бастайды. Салдарынан тері қабынып құрғай бастайды. Мұның шешімін табу үшін ылғалдандыратын крем маз жағамыз. Алайда
терінің сыртын уақытша әдеміленгенімен іштей емдемейінше тері саулығы жақсарта алмайсыз. Асқазан мен бауырдың саулығының нашарлағанынан пайда болады. Тамаққа тойып алған соң кейбіреулерде қышқыл немесе тәтті тағам жеген кезде асқазаны қыжылдап мазалайды. Бұл бауырға шлак жиналғанды білдіреді. 5. Іш өту. Іштің өтуіне бір емес, бірнеше жағдайлар себеп болады. Соның бірі шлак. Ол егер бауырға жиналса, онда ішіңізді өткізіп немесе жолдарына кері әсерін тигізеді. Егер сіздің еш себепсіз ішіңіз өтсе, онда дереу бауырды тазалауды бастаңыз. Үнемі шаршап жүрсеңіз, бауыр шлакқа толған кезде қанды тазалау күші әлсірейді де, ағзаны оттегімен еркін қамтамасыз ете алмайды. Салдарынан адамның ойлау қабілеті мен физикалық белсенділігі төмендейді. Одан бөлек бойкүйездік басып шаршап жүреді. 7. Тәбет төмендейді. Адамның кейде тамаққа тәбеті болмайды, есесіне тәттіден бас тартпайды. Ал егер сізде тамаққа да, тәттіге де, дәмді тағамдарға да тәбет жоғалса, онда оған белгілі бір себеп бар. Оның біреуі бауырға шлак жиналған болуы мүмкін. Егер бауырға шлак жиналса, онда тамақты қажет етпейді. Сұйықтықтың аздығы, яғни бұл 8-ші белгі. Бұл көп жағдайда бүйрегі ауыратындарда кездеседі. Сұйықтықтың аздығынан өкше, аяқ, көз ісініп, бүйректің сыр бергенін білдіреді. Мұндай жағдай бауырға шлак толғанда да көрініс береді екен. Ағзадағы сұйықтықтың аздығын арнайы сараптама жасатып білудің керегі жоқ. Бар болғаны, саусағыңызбен кез келген теріңізді бірнеше секунд басып тұрыңыз. Егер із қалса, онда ағзаңыз сұйықтықта тапшылығына ұшырағанын білдіреді. 9. Терінің сарғаюы, тері түсінің өзгеруі ағзадағы кері өзгерістердің әсерінен болады. Көп жағдайда бауыр ауруға шалдыққанда тері өзгере бастайды. Оған билирубиннің көбеюі себеп болады. Сондықтан да бауырдың саулығын жақсарту арқылы бүкіл жанымыз бен тәніміздің саулығын жақсартады екенбіз. Егер сізге айтылған кеңестеріміз, пайдалы ақпараттарымыз кәдеңізге жараған болса, біздің арнамызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.